Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Мына бүгінгі тақырыбымыз Исра және Миғраж оқиғасы, солардан алынатын үлгі, ғибрат жайында болмақ, иншалла. Бұл енді ең бірінші біз білеміз, пайғамбарларға, Алла тағаланың сәлем болсын ол кісілерге, баршасына берілген мұғжизалар бар өзі. Оны біз мойындаймыз, пайғамбарларға тән болған мұғжизаның бар екендігіне сенеміз. Бұл мұғжизаларды жай адамдар жасай алмайды. Әулие адамдарда кереметтің болатындығы туралы айтылады. Ал енді мұсылман емес адамдардың жасаған нәрселері истидраж дейді. Бұл истидраж деген адамды бара-бара батыратын іс. Жаңадай қолынан бір өзгеше бір елдің жасай алмайтын бір нәрселер келуі мүмкін. Соларды жасау арқылы олардың күнәға бататындығы, соңында барып тозаққа кіретіндігі. Соның үшін пайғамбарлардың мұғжизасы деген хариқул ада деп айтқан, әдеттегі жасалып жүрген істердің баршасын бөліп өтіп кетуші. Яғни өзге адамдардың жасай алмайтын нәрсесі. Теңіздерді бөліп тастау секілді, айдың бөлінуі, тура солардың бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Мекке қаласынан Мадина қаласына, Мекке қаласынан Әл-Ақса мешітіне баруы, Иерусалимге, және ол жерден Миғраж оқиғасының болуы, жоғарыға көтерілуі деген нәрсе. Біз бұл оқиғаның болғанына сенеміз, мұсылман адамдар ретінде. Өйткені Құран кәрімнің Исраның болғандығын айтып жатыр. Ары қарай сахих хадистерде Миғраж оқиғасының болғандығын айтылған, Миғраж оқиғасы болғандығы айтылған сахих хадистердің жеткендігіне байланысты біз бұны мойындаймыз. Алайда бұл Исра мен Миғраж оқиғасын бір адам ақылға салып қарайым дейтін болса, ойланатын болса, оны қабылдай алмайды. Өйткені ақыл бұл нәрсені қабылдамайды. Фантастика деп айтады. Ал мұсылманшылық ретінде мұғжизаны мойындағанымыз үшін бұл нәрсені біз білетіндігіміз. Бұл Исра оқиғасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қайғылы жылынан кейін болды. Қайғылы жылы дегеніміз хижрет, пайғамбарлық келгеннен кейінгі 10-шы жыл еді. Сол 10-шы жылында өзінің жанында жәрдемші болып жүрген әйелі еді, Хадиша анамыз. Тіпті кейде Хадиша анамыз туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көптеген жақсылықтарын айтқан кезде оны қызғанған Айша анамыз айтқан, ол бір кемпір еді ғой, неменесін айтып мақтана бересіз деген секілді бір сөз айтқан уақытта жоқ дейді. Елдер маған сенбей жатқан кезде ол сенді дейді айтқан сөзім. Адамдар итіне де беріп жатқан тамағын маған қимаған уақытта бүкіл мал дүниесімен бөлісті. Жан тәнімен жанымда қызметте болды. Алла тағала маған сол Хадишадан бала шаға берді деп айтқан. Оның жақсылықтарын айтып, жаңағы үнемі еске алып отырған. Соны көреміз, Хадиша анамыз сол жыл қайтыс болды. Одан кейін артынан Абу Талиб қайтыс болған еді. Үнемі жанында мүшриктерге қарсы жәрдем етіп жүрген, өздерінің руының көсемі, өзінің көкесі болып келген Абу Талиб еді. Бұл кісінің де дүниеден өтуі бұған қатты соққы болды. Екеуі қатарынан дүниеден өтуі. Сонда қайғылы жыл деп сол жылда айтады. Сол жылда қатты қайғырғандығы үшін Алла тағала осы Исра және Миғраж оқиғасын өткізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Өйткені екен бір шетінен көңілін аулау ғой. Қайғырып жүрмесін, кішкене көңіл басқа жаққа аулансын, бұрылсын деген мақсатта Алла тағала оны Миғраж оқиғасын, Исра және Миғраж оқиғасын сол жылы, сол оқиғалардан қайғылы жылында, сол уақытта болдырғандығын көреміз. Имам Ғазалидің айтуы бойынша былай дейді. Исра Харам мешітінен Құдыстағы Ақса мешітіне болған ғажайып сапар. Ал Миғраж Исраның артынша болған оқиға, Миғраж Мубарак пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аспан қабаттарына көтеріліп, жаратылыстың білімі жетпейтін деңгейге дейін барып, қайтадан Меккедегі Харам мешітіне оралу сапар деп айтқан. Демек не екен, бір түннің ішінде мешіт Харамнан шығарылып, мешіт Ақсаға баруы, сол жерден көкке көтерілуі, аспанның қабаттарына Алла тағала көтеріп, барша өзінің белгілерін көрсетті,
аспан мен жердің патшалығын көрсетті оған. Қалаған нәрсенің баршасын көрсетіп, қалаған жеріне дейін көтерді. Содан кейін қайтадан мешіт харамға алып келгендігі. Енді бір түннің ішінде мұндай оқиғалардың болуы деген нәрсені ғайыпқа сенген мұсылман болмаса басқа адам қабылдай алмайды негізі. Соның үшін сол оқиғаға байланысты көптеген ең болғаны. Осы жерде ең бірінші Исра сүресінің аяты келген. Субханаллази асра би'абдихи лейлан минал масжидил харами илал масжидил ақса аллази баракна хаулаху линурияху мин аятина иннаху хуас самиул басир. Өзінің құлын бір түннің ішінде мешіт харамнан мешіт ақсаға алып барған Алла тағала түрлі кемшіліктерден пәк. Ол өзінің құлын не үшін алып барды дейді? Линурияху мин аятина деген көптеген белгілерді көрсету үшін алып барды дейді. Алла тағала естуші және көруші деп аятты тамамдайды. Осы аяттан біз көретініміз, Алла тағала өзінің құлын алып барған уақытта мешіт ақсадан мешіт харамнан мешіт ақсаға алып бару, ол жерден көкке көтеруі деген нәрсе не үшін болды деп айтып жатыр? Ол аятта белгілерді көрсету үшін дейді. Үлкен-үлкен белгілер, көк пен жердің патшалығы. Алла тағала қандай бір кереметтері бар болса, пенденің білмейтін нәрселерін көрсетуі, тіпті білінген, білінбеген нәрсенің баршасын көрсетіп, оның көңілін аулау еді. Енді осы жерде көреміз, кейбір адамдар айтып жатады. Алла тағала Миғражға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көтерді де, ол жақта Алла тағаламен сөйлесті, Алланы көрді. Демек Алла тағала аспанда деген секілді нәрселерді дәлел қылып жатады осы Миғраж оқиғасына. Ал Құранның айтып жатқаны белгілерді көрсету үшін алып жүрді деп айтқан Алла тағала. Ол онымен ешқандай қатысы жоқ екендігі ондай. Демек көреміз, Алла тағала өзінің негізгі мақсатын Құранның аятында айта кеткендігі. Енді айналасы мұбарак болған мешіт ақсаға алып барды дейді. Мешіт ақса дегеніміз бірінші харамнан ақсаға дейді. Мешіт харам деп аталуының себебі Меккеде Кағбаның. Ол жерде жай күндер жасап жүрген адал істің өзі харам болып бекітілгендігі үшін жаңағы харам мешіті деп аталады. Бұл бірінші вариант. Екіншісі, үстіне адам ихрам киіп жүретін болғаннан кейін харам деп аталды дейді. Ихрам деген киімді киген үшін, ихрам мен харам бір сөзден шығады. Соның ішінде ол ихрам кигендігінен харам мешіті деп аталғандығы. Басқа мешіттерде онда ихраммен жүрмейді ешкім. Тек қана Кағбада жүретіндігі. Енді осы жерде көреміз, Алла тағала өзінің құлын алып барған уақыттағы ең бұл жерлерден біз көретініміз, Миғраж оқиғасы болған кезде Алла тағала құлын жоғары көтерді дейді. Сол уақытта ең маңыздылары біздерге берілген нәрселер бар. Ол үш нәрсе еді. Бұл үш нәрсе 5 уақыт намаздың парыз етілуі ең біріншісі. Екіншісі Бақара сүресінің соңғы 2 аятының берілуі дейді. Мына амана расул деп оқып жүрміз ғой, сол аяттары сол жерде берілгендігі. Және үмметінің арасында Аллаға ортақ қоспаған адамдарға Алла тағаланың кешірімі болатындығы туралы. Аллаға кімде-кім ортақ қоспастан жаңа құлшылығын жасап, барынша күнәдан қашып баратын болса, Алла тағала оны міндетті түрде кешіріммен қабылдайтындығы. Енді осы жерде көреміз, Алла тағала мешіт ақсаға алып барды деп айтқан уақытта, мешіт ақса деп аталуы бұл өте ұзақта болса, ақса деген ең ұзақ деген сөз, ең ұзақтағы, ең шеттегі деген мағына келеді. Анда Мадина қаласының адамдары, Мекке қаласының адамдары мешіт ақса деп оны атауының себебі өте ұзақ болған, бару да өте ұзақ, ең шетте болғандығы үшін бұны мешіт ақса деп өздері атағандығы, сол нәрсемен бері қарай аталу келгендігі. Енді көреміз, осыны 3 нәрсе берілді деп жатырмыз. Бұл 3 нәрсенің берілуінің ең үлкен себептерінен көретін болсақ, намаз негізгі діннің тірегі. Әрбір мұсылман адам иман келтіргеннен кейін оның намаз оқуы парыз болады. Ораза діннің тірегі деген нәрсе жоқ. Қажылық немесе зекет дегендей, олар діннің тірегі деп аталмаған. Діннің тірегі намаз деп аталған. Соның үшін әрбір пенде намаз оқу міндетті. Оны біреудің орнына екінші адам жасай алмайды. Өзі 5 парызды соңынан бастайтын болсақ, соңғысы қажылық қой. Қажылықты жасау үшін адамға денсаулық керек. Екіншіден мал-мүлік керек. Дүниеңіз болу керек. Сонда барып не істейді екен? Сол арқылы адам жасап келеді. Бұл екеуінің біреу жарамай, жетпей болмай қалса, мысалға дейік,
денсаулығыңыз бар, ақшаңыз жоқ болса, парыз болмайды, мойныңыздан түседі. Я болмаса ақшаңыз бар бола тұра, денсаулық жоқ, баратындай, жолды көтермейтін болса адам, онда өзінің орнына біреуді жіберуі мүмкін. Солай бұл жабылады. Біреу бұның орнына істей алады. Зекет беру үшін мал мүлкіңіз көп болу керек, дүниеңіз. Сонда зекет бересіз, ондай болмасаңыз, сізге зекет парыз емес, мойныңыздан түседі. Ораза ұстау үшін денсаулық керек оған. Денсаулық ораза ұстайтындай, ондай денсаулық болмайтын болса, оразаға жарамайтын болса денсаулығыңыз, онда оразада мойныңыздан түседі. Оған тек қана фидия беру, кафарат төлеу арқылы не екен? Орын жабады екен. Ал намаз мәселесіне келген кезде Алла Тағала намазға рұқсат бермеген. Денсаулығың жоқ десеңіз, тұрып оқи алмайтын болсаңыз, отырып оқы дейді. Отыра алмасаңыз, жатып оқы деген. Және біреудің орнына біреу намаз оқи алмайды. Намазға орнына фидия беріп, адам құтыла алмайды. Бұл діннің тірегі негізгі. 5 уақыт намаз сол жерде парыз етілді. Оған дейін мұсылмандар 2 уақыт намаз оқып жүрген. Түнгі тахаджуд намазы мен күн шыққаннан кейінгі духа намазы. Сол 2 намазды оқып жүрген еді, бірақ 5 уақыт намаз осы Миғраж түнінде парыз етілгендігін көреміз. Сонда осы 5 уақыт намаз туралы айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: Жабраил маған 2 рет келді дейді. Біріншісі намаздардың уақытысы алғаш кірген уақытта келіп, 5 уақыт намаздың алғашқы кірген уақыттарында намаз оқытты дейді. Одан кейін екінші күн келген кезінде намаздың шығатын уақыттарында намазды оқытып өтті дейді. Сөйтті да сенің намаздарыңның уақытысы осы деп айтқан. Және солли кама раайта усолли, менің қалай намаз оқығанымды көрсең, тура солай намаз оқы деді. Демек, мына біздің оқып жатқан намазымыз ол пайғамбарымыздың құрастырған, ойдан шығарған нәрсесі емес, ол тікелей Алла Тағала тарапынан бұйырылған осылай. Осылай жаса құлшылықты деп. Періште жіберіп арнайы үйреткен. Соның үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол сөзді көпше түрде ғана айтқан. Соллу кама раайтумуни усолли дейді. Менің қалай намаз оқығанымды көрсеңдер, тура солай намаз оқыңдар деп көпше түрде ғана айтқан. Айтпесе, жаңағы өзінің көрсеткен нәрсесі емес, Алла Тағала тарапынан міндеттеліп жіберілгендігі. Және осы намазымыз инна солата танха анил фахшаи вал мункар. Расында намаз арсыздықтан және Аллаға қарсы келуші күнәлардың бәрінен тыяды деп айтқан. Намаз оқып жүрген адам үлкен күнәға ұрынбайды. Намаз оқып жүрген адам арсыздық, жезөкшелік деген нәрселерден аулақ болады. Бұл намаздың ең бірінші сипаты осы. Содан тыяды өзі. Сіз намаз оқып жүріп, қолыңызға арақ ұстап жүрге ұяласыз. Елден де ұяласыз ең болмаса. Намаз оқып жүрген бұл қалай? Намаз өзі солай тыя бастайды. Және арсыздық, зина істеріне мұсылман адам жоламауының ең үлкен себебі не болады екен? Оқып жүрген намазы болады екен. Соның үшін намаз өте маңызды. Бізде Бұхар жыраудың айтқаны бар: 5-ші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, біреу қаза қылмасқа дегені. Сол біріншісі намазды қаза қылмай оқып отыру керек екендігі. Қаблиса жыраудың да сөзі бар екен: мына кеңдік заманда хақ бұйрығын тұтыңыз, Құдайдың кешпес парызы 5 уақыт намазды баққан қойдай күтіңіз дейді. Қойыңызды қалай қарап жүрсеңіз, бір ұрлап кетпесін, қасқыр жеп кетпесін деп, тура солай намазыңызға бекем болу керек екендігі. Жастарды намаз оқуға үйрету деген нәрсе, алғашында соны қадағалап отыру керек. Тұр, намазыңды оқы, дәретіңді алып кел, намаз оқимыз деген секілді. Әйтпесе жастар бұған дағдылану керек. Дағдыланбайтын болса, қазір мен бұл намазды білет, неге оқымайды деп. Ол бірде оқып, ешкім үндемесе, ұйықтап жата беруі де мүмкін. Қарап отырып намазды өткізу мүмкін. Бірақ жастар дағдыландыру керек. Жайлап үйрене берсе, кішкене өзі намаздың қасиетін түсіне бастаған уақытта өзі оқитын болады. Бұрыннан оқып жүрген ісі өзі жасап жүргендей, неге құлшылығын жасай беретіндігі. Айтпесе, жастайынан қадағаламайтын болса білет, бірақ оқымайды, сөйтіп жүріп намазды да ұмытып қалады. Оны таңғалатын нәрсе емес. Ол адамның табиғаты солай. Соның үшін өзі түсініп, мән маңызын оны жетесіне жетіп түсінгенге дейін балаларды қадағалау керек екендігі, соған үйрету керек екендігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның биік дәрежесі туралы осы Миғраж оқиғасында айтылады. Өйткені мысалға дейік, пайғамбарымыздың дәрежесі деген кезде қалай десе,
бір адамды біз айтқан кезде оның сипатымен айтуымыз мүмкін, пәленше деп. Я болмаса әкесінің атымен атаса да, я болмаса бір ауылының тұратын жерінің атымен атап, оны маңызды екендігін білдіру мүмкін. Мысалға бізде мына ғұламаларымызды айтамыз ғой. Имам Бухари деп Бухараға теліп, Яссауи, Әл-Фараби деген сияқты жерімен айта салу, бұл не екен? Оның абыройы ретінде айтылады. Сонда көреміз, тура сол секілді адамдарға құрметпен осындай сөз айтылып жатса, Алла тағала Құран кәрімде әсра би абдихи деп айтқан, өзінің құлын алып бар дейді. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Алланың құлы бұл деп айтып жатыр. Демек не екен? Оны ерекше айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сіз не нәрсемен мақтанасыз деп айтқан кезде, мен ең бірінші Алланың құлымын деп мақтанамын. Екіншіден Алланың елшісімін деп мақтанамын деп айтқан. Бірінші құлдық өте маңызды. Осы нәрселерді иншалла біз жақсы білуіміз керек. Өйткені бір адамның Алланың құлы екендігіне, Алла тағала оның тілек дұғасын қабылдап жатқандығына дәлел болатын болса, оның мәртебесі жоғары деген сөз. Ал бірақ Алла тағала мына жерде ашықтан айтып жатыр, өзінің құлы деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда. Және аса айябасака роббука мақама махмуда дейді. Раббың сені бәлкім ең жоғарғы мақамға жеткізеді дейді. Бұл мақам махмуд деген не нәрсе деп айтқан кезде, мақтаулы мақам, ең құрметті мақам деген, оны шапағат мақамы деп айтқан. Қиямет күні болған кезде Алла тағала өзінің елшісіне, Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға шапағатты беретіндігі. Өйткені шапағат ең адамдардың қатты қиналған уақытысында керек болған нәрсе. Шафаати ли ахли кабаир дейді. Менің шапағатым үлкен күнә жасағандар үшін деп айтқандығы бар. Демек адам үлкен күнәға ұрынған, ертең Алланың алдында құтыла алмай зар жылап отырып, пайғамбарларды аралайды дейді. Адам алейхиссаламға барады, Нұхқа барады, өзге де пайғамбарлар барады, барлығы басын алып қашады дейді. Мен көмектесе алмаймын. Өйткені қиын күн ғой ол күн өте. Сонда бастарын алып қашады. Сонда Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға барған уақытында Алла тағаладан дұға жасап, сол жерде жаңағы шапағат етеді деген Алланың рұқсатымен, сонда адам содан құтылатындығы азаптан. Бұл да Алла тағаланың пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға берген үлкен мейірімі, үлкен мақамы. Мына шапағат хадисінде өзі келеді. Басыңды көтер, сұра, сенің сұрағаның беріледі деп айтады дейді. Сонда кәдімгі дұға жасап, және бір сәжде жасап, бұл Алла тағаладан сұрайды дейді. Мынау пендеңді жарылқа, менің үмметім деп. Бұл не екен? Ортаға шапағатшы болу деген сол. Қазіргі уақытта да біреудің шапағатшы болу деген не нәрсе екен? Ортаға түсуі бір адамның, араға түсуі, дәнекер болуы да. Мысалға, сіз дейік, әкімге кіре алмай тұрсыз дейік, мысалға да. Бір таныс адам шықты да, сол әкімге кіргізсе, сіз сол ортада шапағатшы болды деген сөз да. Қазақша былай түсінік бойынша айтатын болса. Сол сияқты не екен? Күнәңіздің кешірілуіне ортаға себепші болуы, Алла тағаладан тілеуі. Алла, мынау менің үмметім, осыны жарылқа деп ортаға сіздің жанашыр болып, сіздің тілегіңізді тілеулес болуы. Және осы жерден көреміз, бізде мұсылманда ерекше болған 3 мешіт бар. Сол мешіттерге ғана арнайы сапар шегуге болады. Сауабын алам деген мақсатпен. Бұлар біріншісі Масжидул Харам деп атаған Кағба. Ол жердің сауабы 100 000 есе артық деген өзге мешіттерден. Екіншісі Мадина қаласындағы пайғамбар мешіті, саллаллаху алейхи вассалам. Бұл мешіттің оқылған намазы өзге намаздардан гөрі 1000 есе артық дейді. Егер бір сауап алсаңыз, ар жақтан 1000 сауап аласыз. Өзге мешіттің бар. Ал енді үшіншісі мешіт Ақсадағы, Иерусалимдегі мешіт Ақса. Бұл мешітте оқылған намаз кейбір риуаяттарда 500 есе дейді, кейбір риуаяттарда 250 есе дейді. Яғни ана Мадина мешітінен 4/1 деп аталған кезде бар, 250 есе деп, немесе кейбір риуаяттар 500 есе деп айтылады. Сонда 500 есе артық сауап берілетін осы мешіт. Сонда жалпы 3 мешіт болады. Бұл 3 мешіттен өзге мешіттердің барлығының сауабы бірдей дейді. Артықшылығы бәлкім сыртқы көрінісінде, орналасқан жерінде сондай болуы мүмкін, бірақ сауаптары ешқандай айырмашылық бірдей болады екен. Енді ғайыпқа иман келтіру деген нәрсе бар осы жерде. Біз мұсылман адамдар ғайыпқа сенеміз. Жаңағы Исра мен Миғраж оқиғасының өзі.
біздерге не екен? Өте үлкен бір сынақ. Сонда Алла тағала осыған сенер ме екен, немесе осыны естігеннен кейін кері бұрылып кетер ме екен дінін тастап? Алла тағала көрінген нәрсемен сынайды адамды. Сонда бұл оқиғаны мойындаған кісілер де болған, сол уақыттың өзінде мойындамаған адамдар да болған. Бір күні Абу Бакр радиаллаху анху келе жатқан уақытында алдынан шығып кәпірлер айтқан: ей Абу Бакр, сен досыңның не айтып жатқанын естідің ба дейді. Не айтты дейді? Бір түннің ішінде мына біз 2 ай жүретін мешіт Ақсаға бардым деп айтады. Сол жерде көкке көтерілдім дейді. Содан кейін бері қарай қайтадан келдім деп айтқан. Бұны адам сенетін нәрсе ме? Немесе жынданайын деген ба дейді досың. Сол уақытта пайғамбарымыздың өзінің аузынан естідіңдер ме дейді. Иә дейді, онда өтірік айтпайды ол дейді. Рас айтқан онда дейді. Мен сенем оған деген. Сөйткенде Алла тағала бір уақытта қаншама қабат аспанды тесіп тұрып уақиын жіберген болса, неге бір сәтте алып барып келе алмайды дейді. Мойындаймын дейді, пайғамбар өтірік айтпайды дейді. Сонда көреміз, Алланың уақиы жылдам келіп жатқан болса, ол нәрсенің әбден мүмкін екендігін айтып мойындауы. Енді сөйтеді, бұл оқиғаға байланысты олар онда сұрайды, сол Әл-Ақса мешітін көрген адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешіт Ақсаға бармағандығын елдің бәрі біледі. Сөйтіп мешіт Ақсаны көрген адамдарды шақыртып, солар айтады: бізге сипаттап берші, онда айтып дейді, қандай дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мынандай жағында осындай терезесі бар, мына жағы мынандай, алды осындай деп бәрін айтқан кезде, я рас дейді, осындай мойындаған. Я рас деуден басқа артығына бара алмайды. Сөйтіп айтады: мен жолда келе жатқан кезде Құрайыштың керуенінің келе жатқанын да көрдім деп айтқан. Басында осындай түйе бар. Пәлен деген адам жаңағы басын басқарып келе жатыр ол жерде. Осындай деген жерде демалып жатыр, осынша күнде келіп қалады деп барлығын сипаттап береді. Сонда келген кездерінде сұраған кезде, я шынымен тура солай шыққан. Көреміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кәдімгі тек рухани барды деген нәрсені айтатындар бар, ондай рухани емес, денесімен кәдімгі барғандығы туралы айтады. Кейбір риуаяттарда мен сол жерде көшті көрдім дейді, керуен ұйықтап жатыр екен дейді, сол жерде пәленнің түйесінен су іштім деп айтқандығы да бар. Демек не екен, ол адам рухани көшпейді ғой. Сонда бұл нәрсенің болғандығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндап бергендігі. Ол Алла тағала шынымен өзінің құлын бір әп-сәтте алып барып келуінің себебі. Соның үшін Құран кәрімде бізде мақтайды. Иман, ғайыпқа иман келтіргендер деп мұъминдерді мақтауының ең үлкен себебі осы. Көзбен көрініп тұрған нәрсеге елдің бәрі сенеді. Сізде, менде, ол да бәрі сене береді. Өйткені көріп тұр ғой, ақиқат бар. Ал көзбен көрінбейтін нәрсе, мысалға Алла тағаланың бар екеніне сену, періштенің бар екеніне сену, ертең жәннат пен тозақтың бар екеніне сену. Есеп болады ертең деген кезде, адамның есепке тартылатындығы, о дүниенің бар екендігі деген нәрсені адамдар көрмеген нәрсесін мойындай алмайды. Әбден жаңағы материалист болып кеткендер ондайды қабылдай алмайды екен. Ал шын мұсылманның сипаты ол ғайыпқа сенуі деген. Соның арқасында сіз ерекшесіз мұсылман болып. Көрінген нәрсеге әйтпесе кім сенбейді оны. Соның үшін бұл ерекшелік болып есептелмейді екен. Барлығы көріп тұрған нәрсені сену. Ал енді көрмеген нәрсе. Құранның аятында соның ішінде Бақара сүресінде «Заликал китабу ла райба фих худал лил муттақин» дейді. Бұл Құран кітабында ешқандай күмән жоқ. Бұл тақуаларға жол көрсетуші кітап деген. Сөйтіп артынша «Аллазина юъминуна бил гайби ва юқимуна ссалах» дейді. Ғайыпқа сеніп намаз оқушылар деп атаған. Және «Уамимма разақнахум юнфиқун» дейді. Өздерінің қолдарында бар дүниелерінен өзгелерді тамақтандырушы, инфақ етуші, өзгелерге берушілер деп мұсылмандарды сипаттаған. Сонда біріншісі ғайыпқа сенуі деген, намаз оқуы және өзгелерді тамақтандыруы деген мұсылманның артықшылығы деп көрсеткен. Бір намаз оқыған уақытта адам, ойлаңыз, 2 ракағат намазыңыздың өзінде сіз Аллаға мақтау айтасыз. Құран оқисыз ортада, Фатиха сүресін, Алладан тілек тілеп жатырсыз. Қосымша сүре оқисыз. Рукуға барған уақытыңызда Субхана Раббиял Азим деп, ұлы Раббым бүкіл кемшіліктен таза деп айтып жатырсыз. Сәждеде де тура солай Алла тағаланы дәріптеп жатырсыз. Намазды бітер кезде ташаххудты айтып, пайғамбарға салауат айтып, дұға етіп жатырсыз. Осыны күніне 5 рет жасап жатырсыз. Алла тағала күнәңізді кешірмейді деп ойлайсыз ба? Күніге жасап жатырсыз осы нәрсені. Өмірінде Алланы бір рет есіне алмайтын адам бар. Салыстырғанда жер мен көктей болып кетеді екеуі. Алла кімді жарылқайды?
сонда былай есеп бойынша. Бірақ енді шындап келсек, Алла кімді жарылқайды өзі біледі ғой. Бірақ Алланың жарылқану жолы осы. Алланың Тағала тілекті қабыл етудің ең үлкен бір жолы осы екен. Бір құлды жарылқаймын дейтін болса, Алла Тағала осы жағынан жарылқайтындығы. Ендеше біз көреміз, кез келген мәселеде мұсылман адам деген ешқашан шектен шықпау керек. Кейде мынандай оқиғалар болады, ағайын, айта кетейік. Мына Исра және Миғраж оқиғасы туралы, жәннат пен тозақ туралы айтқан кезде бізде кейбір жігіттеріміз шектен асып кетіп жатады. Осындай екен, мұндай екен деген сияқты, жәннаттың жапырақтары деген піл сияқты екен деген сияқты бір сөздер айтып кетеді адамдар. Ол не керек бар сізге ондай? Алла Тағала Құранда не деп айтты? Жәннат деген мұсылман адамның жасаған ісіне байланысты, салиқалы істеріне байланысты Алланың кіргізетін құрметті орны сыйы ретінде. Бұл оған иман келтіру керек. Бар деді ма? Бар. Адамның жаны тыныштық табатын орын деп жәннатты дайындадым деді. Оның үшін сипаттауыңыздың керегі жоқ. Ертең кіріп жатсаңыз көресіз иншалла. Біздегілер сондай нәрсені айтамын дейді да, кей кезде жаңағы ертегі сияқты қылып айтып жібереді, оны тыңдап отырған адам қабылдай алмайды. Мына айтып жатқандарын ертегі ғой деуі мүмкін. Өйткені адамның көзі көрмеген, құлағы естімеген, адам сезіп көрмеген, сезім мүшесі сезбеген нәрселер туралы айтып жатырсыз. Ол дүниенің нәрсесі сіздің айтып жатқаныңыз. Адам осы дүниемен есептейді, есептеген кезде. Сонда адам түсіне алмайды бұл айтып жатқан нәрсеңіз. Айтпесе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннат туралы да сипаттады, тозақ туралы сипаттады. Сол уақыттарда көретін болсаңыз, түрлі сипаттарын айтып кеткен. Одан артық нәрсеге бармау керек. Жалпылама иман келтіру керек. Тозақ азап орны, жәннат рахатты орын деп. Тура сол секілді Миғраж оқиғасын айтқан кезде де аспанға көтерілген кезінде бірінші аспан су екен, екінші аспан осындай екен деген сияқты бір сипаттап кетеді ары қарай. Кей кездерде мына қисса кітаптары бар. Қиссасул Анбия кітаптарын көрсеңіз, пайғамбарлардың қиссасы деген. Ішінде сондай ертегілерді көп кіргізіп жіберген. Кейде ертегі болып кетеді. Ол ертегіні ондайды араластырмау керек дінге. Ол ертек деген нәрсені, қисса деген нәрсені шариғатымыз қабылдамаған. Кезінде Хазірет Османның дәуірінде осындай адамдар шыға бастаған. Бұлар қассас дейді, хикаяшылар, қиссашылар. Мешіттерде отырып түрлі қисса айтатын болған. Мынандай болған екен, сондай болған екен деп, әртүрлі. Соны Хазірет Осман мешіт келген кезде қараса бір топ адам отыр екен, сондай қисса айтып отырғанын көреді. Жандарына жақындаса, жаңағыдай осындай Миғраж оқиғасы секілді алдыңғы өткен мына Исраил ұлдарының қиссаларынан айтқан кезде кәдімгі шындыққа жанаспайтын оқиғаларды айтып жатқанын көреді. Сол кезде Хазірет Осман кетіңдер деп бәрін қуып жіберген. Не айтып отырған нәрселер? Жоламаңдар мешітке деп. Айтып жатқан сөздері шындыққа жанаспайтындығына байланысты. Соның үшін мұндай оқиғалар кітаптарға еніп кетеді кездері. Жазылады, осындай заманда осындай айтылған мынандай хикая бар деген секілді. Олардың барлығына жаңағы сене бермеу керек екендігі. Және бізде мұндай ғайып мәселелерді терең кірмеу керек. Мысалға біздегілер Даджал туралы айтқыш болады. Яжуж Мажуж туралы айтқыш болады. Осы жәннат, тозақ және Миғраж оқиғасы, бұлар ақыл қабылдамайтын нәрселер. Ақыл қабылдай алмайтын. Тек қана иман келтіру керек. Сіз мұсылманшылығыңыз осы жерде сыналады. Шынымен иман келтірген болсаңыз осыған сенесіз, айтпесе сенбейсіз деген. Ал енді тафарруат дейді ғой, ішіндегі жік-жікке бөлу деген нәрселердің барлығы оны Алла Тағала қалдырып, Алла Тағала өзі білдіреді ол нәрсені. Алланың білдіргеннен артық асып кетпеу керек. Қабір азабы да тура сол секілді. Түсінікті ме? Бізде кейбіреулер айтады, қабір азабы деген денеге болады дейді. Сөйтіп ана қабірді отыратындай дәрежеде қылып қояды, әдейі қаза төбесі отырғызғанда бас тимейтіндей қылып. Сөйтіп есептеп жатамыз. Ол денеге болады деп. Ал енді кейбір ғұламалар ол тек қана рухани болады деп айтқан. Қабір азабы деген. Ал кейбіреулер екеуіне де болады бірдей азап дейді. Абу Ханифаның айтқанын қарасақ, Абу Ханифа не деген? Біз тозақтың нығметі мен азабы бар екеніне сенеміз, қалай екендігі бізге маңызды емес деп айтқан. Пайғамбарымыз хабар берді, ол нығмет пен азап бар деп айтты деген. Ал денеге бола ма, рухани бола ма, оны Алла Тағаланың өзі біледі қалай жасайтындығын. Ал бізден тек қана денеге болады дейтін болсақ, денесі өртеніп кеткен адамдар бар ғой, оған қалай болады? Ал ақылға салыңыз. Ал бір кейбіреулері енді рухани болады дегендердікі енді кішкене жақын келеді расында. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бәдір шайқасы болған уақытта ана кәпірлерді, өлтірілген кәпірлердің бәрін тозақ жаңағы құдықтың ішіне салып тастаған барлығын.
Сөйтіп соның ішінде тұрып, ей Абу Жахил, ей Умайя ибн Халаф деп аттарын атайды, жеке-жеке. Сөйтіп бірнеше адамның атын атап, Алла тағаланың азабын татып жатсыңдар ма деген. Дене жатыр алдында. Көрініп тұр. Сонда жанында Омар айтқан, я Расулалла, мынау өлтіріліп, иістеніп бара жатқан денелерге сөйлеп жатырсыз ба деген. Сонда бұлар сендерден гөрі жақсы естиді, бірақ жауап қайтара алмайды деген. Сонда көреміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың азабын тартып жатсыңдар ма деп айтып жатыр. Енді осы жерде оған рухани болып жатыр деген. Әйтпесе денесі көз алдыңызда көрініп тұр. Оны имам Ғазали түсіндірген уақытта былай деп түсіндіреді. Қабір азабы деген ауырып отырған адам секілді дейді. Ауырып отырған адамды қарасаңыз, бір адам отыр ана жерде, ештеңе жоқ, сыртынан қарасаңыз. Бірақ адам қатты азапталып, іштей азапталып, ауырып отырғаннан, азапталғандығынан шайқалып отыр, теңселе, бұл. Ауруды ол сезіп отыр, бірақ сырттан еш нәрсе көрінбейді. Тура сол секілді деп айтқан. Енді көреміз, біз мұндай нәрселерді айтқан уақытта жаңағыдай шектен шықпағанымыз жөн екен ағайын. Соның үшін Миғраж оқиғасында сіздер біреуге айтатын болсаңыздар, рас болғаны анық, бірақ оған ондай терең кіруіңіздің ешқандай да оған қажеті жоқ екендігі. Сонда барып сеніміңізге селкеу түспейді. Ары қарай қазбаласаңыз, не болды екен, не қойды екен деп, аны дұрыс айтылған сөздермен қатесін шатастырып аласыз бірін-бірінен. Соның үшін мұндай нәрселерден иншалла сақтанғанымыз жөн. Бізде жаңағы шариғатымыз бойынша Миғражда бізге берілген үлкен сый бұл намаз екендігі. Бір сахабилер келіп сұрады дейді, я Расулалла, бізге де осындай Миғраж нәсіп бола ма деп сұраған уақытында, ас-салату ми'ражул муъминин дейді. Намаз мұсылманның Миғражы деп айтты дейді. Намаз оқыңыз, Алла тағала дәрежеңізді көтереді. Осы екендігі. Соның ішінде ең үлкендері біздерге осылар екен жаңағы. Миғраж оқиғасынан алатын ғибраттарымыз ол ең және негізгі пайдамыз не екен? Сол намаздың парыз етілуі, Бақара сүресінің соңғы 2 аятының біздерге берілуі және Аллаға ортақ қоспаған адамдардың күнәдан, Аллаға ортақ қоспаған адамдардың күнәсі кешіріліп, Алла тағала оларға жарылқау беретіндігі. Мына бір оқиға айта кетейін. Кезінде Хазірет Алиден кейін Хасан 6 ай басқарған мемлекетті, одан кейін Мұғауияға тапсырған барлығын. Мұғауия деген бұл Абу Суфиянның ұлы еді, мемлекетті 19 жыл 6 ай басқарған, соны 20 жылға жуық басқарған кісі. Сол өмірінде жаңағы тәртіпке келтіремін деп барлығын біраз бұзақылықтарға да барған екен. Енді бір күш қолданған, қаншама адам өлген, түрлі жағдайлар болған. Содан кейін бұл ажалы жеткен уақытта Алла тағалаға дұға жасаған. Ей Алла, мына мемлекетті басқарам деп түрлі нәрселерге ұрындым. Алайда мен ешқашан саған ортақ қосқан емеспін, осы үшін мен кешір деп дұға жасағандығы бар. Сахаба ғой. Сол айтады. Сонда Аллаға ортақ қоспаған адамның кешірілетіндігін біліп тұр ол. Содан кейін не екен, осыны себеп қылып дұға жасағандығы бар. Демек не екен, адам Аллаға ортақ қосудан сақтанып, үлкен күнәлардан барынша қашатын болса, Алла тағаланың кешіріміне бөленетіндігі. Алла тағала баршамыздың күнәларымыз жарылқасын иншалла. Мына жасап жатқан тілек дұғаларыңызды қабыл етсін. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Әл-Маруа компаниясы, бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.